Көп адам ашуды жаман қасиет деп ойлайды, бірақ бұл біздің ішіміздегі жаратушыдан берілген сезім. Ал бүгінгі видеода қозғалатын тақырып ашу, ыза, реніш сезімдерін тереңінен қозғайтын боламыз. Алдарыңызда отырған мен, дипломированный нейрокоуч Гаухар Бегейқызы. Ал дәл осы тақырыпты жиі қозғаймыз, жиі өмірімізде көреміз, жиі сезініп жатамыз. Ашу, ыза қай жақтан келіп жатады біздің өмірімізге, неліктен келіп жатады, және де бұл сезімдерді біз қалай басқарамыз. Біз бұл ашу, ыза деген сезімдерді көбіне өзімізден танымағандықтан, өзімізден басқара алмағандықтан түрлі өмірімізге кері өзінің кедергі әсерін тигізіп жатады. Ал енді осы тақырыпты мен өзімнің коуч форматта, өзімнің нәтижелеріме сүйене отырып, тәжірибелеріме сүйене отырып айтатын боламын. Негізі біздегі жаратушы Аллам біздің әрбір адамға 60 мыңнан астам эмоцияны берілген. Соның ішіндегі ашу, ыза, гнев деген мінекей кедергі сезімдер, яғни сіздер бұны кедергі сезімдер деп ойлайсыздар. Негізі біздің өмірімізге әрбір денеміздегі сезінген сезімдердің барлығы біздің өмірімізге жаратушыдан берілген. Яғни сенің туа бітті өзіңнің бойыңдағы сезімдерің. Енді бұл сезімдерді өзімізден қалай танимыз, қалай басқарамыз? Неге бұл ашуды сен өзіңнің өміріме кері әсерін тигіздіріп жатады? Неге сенің ашуланғаның, сенің ызаң, сенің өміріңе түбегейлі ажырасуға, түбегейлі сенің қарым-қатынасты түбегейлі кесіп тастауға, не болмаса бастап жатқан дүниеңнің аяғына дейін жеткізбеуіңе неге өзінің кері әсерін тигізіп жатады? Негізі ашу деген ыза, енді қазір мен өзімнің тәжірибеме сүйеніп отырып айтайын. Алдыма бір әйел келді, жасы шамамен 35-40 жастың аралығында, көп балалы ана, яғни оның ішіндегі өзінің көптеген ашуымен келді. Мен өзімнің ашуымды басқара алмаймын, мен өзімнің бойымдағы ызамды басқара алмаймын, ашуланам да, достарыммен сөзге келіп қалам, ашуланып, мысалы үшін қарамағына көмекшілер алады, олармен сөзге келіп қалады, оны шығарып жібереді. Қатты ашуланып, балдарыма қол көтеремін, қатты ашуланып, жолдасыммен кері қарым-қатынаста боламын, яғни кедергі, токсичный қарым-қатынаста боламын. Осы ашуының кесірінен, яғни ол кісі ашуды өміріне кесір қылып айналдырып алған. Бізде көбіне былайынан айтып жатады, көптеген қазақ әйелдерінің арасында жиі кездесетін нәрсе, яғни менің өміріме берілген сынақ деп қарайды. Негізі бұл сынақ деген дүниені сен өзің ойыңменен өзің сынаққа айналдырып алып тұрсың. Әрбір сөзімізге, әрбір ойымызға мән беретін кез келді. Ойланып сөйлейтін уақытқа жеттік барлығымызда. Неге? Өйткені Вадим Зеланд айтады, трансерфинг реальности деген кітабын айтады. Қазіргі таңда біздің әлемде барлығы өте тез өзінің өзгерісіне, өте тез әлемнің энергетикасы өзгеріске келіп жатыр. Өйткені қазір әлем өзгеріп жатыр. Әлем өзгеру дегенне, яғни сенің энергетикаңмен сезінеді, сенің алдыңа келетін клиенттің сенің энергетикаңа сезіліп келеді. Саған келетін әрбір ақшаң, сырттан келетін, мысалы үшін жаңа бір коммуникация, жаңа бір орта сенің ішкі энергетикаңа келеді. Бұны Вадим Зеланд өзінің трансферинг реальности деген кітабында айтады. Ал енді ашу, ызаға келейік. Бұл бізге қаяқтан келіп тұр? Біздің сонау өзіміз білмейтін, өзіміз танымайтын ішкі күйімізден туындайтын дүние. Осы бір ашуға келетін болсақ, ашу, ызаны біз өзімізден қалай танып басқара аламыз? Сіз білмейсіз, бірақ кішкентай кезімізден бастап біз өмірімізде кішкентай дүниелерден басталады бұл нәрсенің барлығы. Сен кішкентай бала болдың, қыз болдың, ұл болдың, сен достарыңмен ойнадың. Достарыңмен ойнаған кезде сен бір ренжіткен сәттер болды. Ашуландың ба? Я, ашуландың. Яғни не істедің? Сен ол ашуды сезіндің да, яғни айттың, шығардың өзіңнен, окей, кеттің. Дальше әрі қарай не болды? Бізде өстік, мектепке келдік. Дәл сол сияқты қыздардың арасында, ұлдардың арасында буллинг деп жатады, қазіргі тілмен айтқанда.
сол уақыттарда біздің бала кезімізде не болды? Сенің сары болсаң сары екендігіңді, қара болсаң қара екендігіңді, дұрыс сөйлей алмасаң дұрыс сөйлей алмайтындығыңды деген сияқты сенің саған ұнамайтын өзіңнің бойыңдағы дұрыс емес жайттерді саған басып тұрып айтады. Сен сол кезде не істейсің? Ашуланасың, ызаланасың, иә? Дәл сол ашу, ыза, яғни біздің эмоциямыз ғой. Сен сол уақытта не істедің? Бардың да барлығын айтып тастадың, бардың да барлығын шығарып тастадың. Бұл ашу, ыза сенде қаяқтан туындап тұр? Қай жақтан келіп тұр сенің? Сонау бір ішкі өзіңнің жауабын білмейтін сезімдеріңді оятып тұр. Қайтадан тыңдашы. Ашу, ыза сенің ішіңдегі өмір сүріп жатқан сезімдерінің жауабын білмейтін сезімдерді сенен оятып тұр. Көп нәрсені біз не істейміз? Өзімізден мойындай алмағандықтан кейде бейсаналы тұрғыда, бұл дүниенің барлығы бізде бейсаналы тұрғыда болып жатады, яғни ашуға кетіп қалып жатамыз. Дәл сол сияқты мен үйде қызым бар, Аля Сакитовна деп айтамыз. Енді сол қызымның өзінің бойындағы ашуы, ашуланған кезде мен оған рұқсат беремін. Ашуланып алады, қызым ашуланып болғаннан кейін, мен оған сұрақ қоямын. 8 жаста ғой, оған сұрақ қоямын. Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Жақсы болса, жақсы дейді, ашуланып тұрса, озвучить еткіздір деймін, яғни атауын айту керек. Атауын айтқыздырдым. Ашуың келіп тұр ма? Иә. Онда айт, менің ашуым келіп тұр. Яғни не? Бізге бұл менталитетті ешкімге ешқандай жерде үйреткен жоқ. Мектепте, университетте бұл қазір мен сіздерге айтып жатқан дүнием еш жерде де айтылмайды. Яғни бізге бала кезімізден бастап осы бір сезімдерді тануымыз міндетті. Әрбір бала өзінің сезімін танып өссе, яғни ашуланып тұр ма? Ашуын. Ұялып тұр ма? Иә, мен ұялып тұрмын. Қуанып тұр ма? Иә, мен қуанып тұрмын. Яғни не істейді? Өзінің бойынан сезініп, сол сезімдерді дауыстап айтып, және өзіне мойындай алуы. Сондықтан да бұл жерде мен не айтамын? Дәл қазіргі уақытта сіздің өміріңізде өте көп ашуға кетіп қалып жатсаңыз, жаңағы әйел, менің жаңа бірге жұмыс жасаған әйеліміз, яғни менің алдыма келген клиентім, не алды? Ашумен өмірді сүрді. Өте көп өміріндегі ашуы балаға, жолдасқа, қарамағындағы адамдарға, кез келген дүниенің барлығына ашумен қайтарады. Ашумен сөйлейді, ашумен әрекет етеді, ашуменен күнделікті өмірінің барлығы саралап сұрағанымда, өмірінің күнделікті өмірі 60-70% ашумен кетеді. Ол клиентке, ол таксистке, ол продавецке барлық жерде ашумен қайтарады. И бұл өмір өзінің өмірі, яғни жаңағы әйел мына жердегі сезімі, ашу сезімі барлығы, яғни осы әйелмен ассоциируется. Қайда жүрсе де ол әйел өзімен бірге тек қана ашуды алып жүреді. Енді елестетіңізші ол әйелдің өмірін. Ол әйел бір жерге барады, ашуда. Отырыста отырады, біреу бір нәрсе дейді, не болмаса оған ұнамайтын сөздерді айтады, ол бірдеңе не істейді? Ашуға кетеді. Үйіне келеді, баласы, қызы шулап, не болмаса бірдеңені төгеді, бірдеңнен ашуды береді. Елестетіңізші, қаншалықты бұл әйелдің өмірі өзінің өмірін сүріп жатыр ма? Бізге әрқайсымызға негізі коучингта, менің мамандығым, яғни нейрокоучта не дейді? Ең бірінші біздегі миымыздағы нейро деген сіздің подсознанияңыз, түп санаңыз. Яғни сіздің түп санаңыз сізді не қылып тұр? Басқарып тұр. Эмоция, яғни сені басқарып тұр. Ашу, ызаны сен өзің танып, оны басқара алмасаң, ашу, ыза не істейді? Сені басқарады. Ашу, ыза сені басқарады. Түсініп ба? Яғни ашу сенің өміріңді управлять етіп тұр. Ыза сенің өміріңді управлять етіп тұр. Ал бұндай адамдарда, бұндай ашу көп, ызасы көп адамдарда, онда бұл адамдардың сәйкесінше өзінің белгілі бір табысты табады, бірақ үнемі потолокқа келіп тіреледі.
Неге мен жақсылықты жасап жатырмын, мен мынаған көмектесіп жатырмын, мынау көмек сұрап келеді, мен көмегімді беріп жатырмын. Жарайды, жақсы, сіз көмектесіп жатырсыз. Классно, супер. Бірақ неліктен сіз қалағандарыңызға жете алмай жатырсыз? Неліктен сіздің дегеніңіз орындалмай жатыр? Өйткені сіз не істеп тұрсыз? Қазір тіреліп тұрсыз. Бұл не? Сезім, ашу, ыза деген сезім айтады. Мінекей, менің мынау ашуым, қарашы, танышы деген ол жерде өзін танытқысы келіп тұр. Сен не істейсің? Ол ашу, ызаны барып мына жаққа барлығына, Мағрипаға, Шолпанға, Айсұлтанға бәріне беріп тастайсың. Бірақ сен өзің тани алмай жатсың да мына өзіңнің бойыңдағы нәрсені. Головоломка деген мультикте, сол мультикті көруге әрқайсыларыңызға ұсынамын. Яғни ол жерде біздің сол сезімдерімізді атап көрсеткен. Стыд, ұялу, радость, қуану, ашу, яғни гнев, ыза, гнев, және де тағы да 5-ші сезім бар. Осы сезімдердің барлығын сол головоломка деген мультикте түсіндіріліп айтылған. Прям көрсеңіздер. Каждый из этих островков памяти – это отдельная сторона личности Райли. Вот, к примеру, остров хоккея. Или мой любимый островок озорства. Бұл мультик мен әрбір ата-анаға айтар едім. Негізі осы психологияда Уолт Дисней деген жаңа Уолт Диснейдің түсірген мультиктердің барлығы біздің ата-аналарға түсірілген психологиялық тұрғыда. Өзіңді таны деп түсіндірген. Яғни біз ішкі сезімдерімізді тани алған кезде сол ашума ашу, ашу, ызама ыза. Сен не істейсің? Ашып қарайсың, оны мойындайсың, өзіңе мойындау керек. Ең алғаш сен өзіңе мойындау керексің. Ашуым келіп тұр. Не істеймін мен сен ашуым? Не үшін келдің сен маған? Біз не істейміз? Ашу келген кезде барамыз, айқайлап тастаймыз. Жаман сөздерді айтып тастаймыз. Не болмаса, тағы да не істейміз? Әрі кет, бері кет деген сияқты түрлі үзілді кесілді шешім қабылдап тастаймыз. Негізі бұл ашудың артындағы тұрған не бар? Қалай ойлайсыз? Ашудың артында үлкен алып күш бар. Ол алып күш, яғни сен не істейсің? Ол алып күшті алып, танып өзіңнен, мен бұл сезімдерімді қайда жұмсаймын деген өзіңе сұрақ қоюың керексің. Қазір мен нейрокоучингта тағы да жоғарғы білімді алып жатырмын, яғни повышение квалификация. Сол жақта біз апта сайын супервизияда кездесіп отырамыз коучтардың арасында. И сол кезде, яғни бір-бірімізге коуч супервизия жасап отырған кезде не істейміз? Жаңағы әйел айтады, түсіндім мен, енді түсіндім дейді. Сосын сұрақ қойдық. Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Ашуланып тұрмын. Окей, хорошо. Онда сен осы ашуыңды не істейсің? Жұмыс жасаймыз ба, проработка жасаймыз ба? Әлде қалай қыласың бұл сезімді? Жаңағы әйел айтты, жоқ, маған проработка керек жоқ. Бұл ашу как раз маған керек болып тұр. Не үшін? Яғни менің ресурсыма жұмсаймын. Түсініп тұрсыздар ма? Яғни біз не істеуіміз керек? Біз бұл жерде сен өзіңнің ішіңдегі ашуыңды тану арқылы, ызаларыңды тану арқылы сен не істейсің? Дәл осы жер, осы сәтте сол бір ашуға деген өзіңнің ресурсыңа жұмсауың. Яғни қажетіңе жұмсауың. Ол не істейді? Барады да, бір күні былай болды, белгілі бір жағдайға байланысты, бұл каждыйымызда сен проработкадан өт, сен психолог бол, сен терапевт бол, басқа бол, яғни бұл біздің ішіміздегі сүріп жатқан сезім. Ол өшіп қалмайды. Бізде тағы бір вариант бар. Бала кезімізден осы бір ашуды басып тастайтын. Бала жылады ма, аузыңды жап. Ашуланып жатсың ба? Неге ашуланасың? Өшір үніңді деген сияқты бала кезде осы бір ашу ыза сезімдерін басып тастайды. И не істейді? Өсе келе ол бала ашулануға, ызалануға қорқады. Бұның да өзінің кері кедергілері бар. Неге? Өйткені ашудың артында үлкен алапат күш бар.
бұл біздің өзіміздің ресурсымызға жұмсауға, өзіміздің қажетімізге жұмсауға. Сіздің мынау қазіргі тұрған жеріңіздегі точкіден өсуге осы бір ашудың артындағы алып күші. Осыны танымағандықтан біз кесіп, сойып, бәрін кесіп тастаймыз түбірімен. Ал егер де сіз бұл ашуды танып, мойындап, бұл енді түсіндім, бұл нәрсе не үшін берілгендігін деген кезде, мойындаған кезде, көрген кезде, сезінген кезде, сіз не істейсіз? Ол ашуды әдемілеп алып, өзіңіздің қажетті бір ресурсыңызға айналдырасыз. Өткенде бір жағдай болды, дәл осы сезімді сезіндім, ашуландым. Не істедім? Мен отыра қалып пост жаздым. Көрдіңіз бе, бірнеше пост жазып тастадым. Ол постым атып кетті мені. Неліктен? Өйткені біз қажетімізге жұмсай алғандықтан. Осы видеоны тыңдап отырсаңыз, егер де дәл осы бір ашу сіздің өміріңізге де таныс болып, дәл осы бір ашу сіздің өміріңізге кері әсерін тигізіп жүріп, дәл осы жерде мен жауабымды алдым десеңіз, онда міндетті түрде лайк басыңыз бұл видеоға, және де міндетті түрде бұл видеомен ең жақын деген адамдарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Бұл сезімдерді адам өзінен тану арқылы өзінің өміріндегі көптеген сұрақтардың шешіміне жетеді, оң шешіміне. Яғни сенің ашуға, ызаға кетіріп жатқан дүниеңнің барлығын керісінше сен не істейсің? Өзіңнің ресурсыңа жұмсап, белгілі бір дәрежеге жетесің, биіктікке жетесің, жоғарылайсың. Түсініп тұрсыздар ма? Сондықтан да не айтамын бұл жерде? Әрбір өзіңіздің қазір ұл өсіріп отырсыз, қыз өсіріп отырсыздар. Бұл нәрсені балдарыңыздан бақылаңыздар. Және де өздеріңізден бақылаңыздар бұл нәрсені. Бізге бұл сезімдерді ешкім үйреткен жоқ. Қазір сіз бұл ақпаратты естіп отырсыз. Яғни өзіңізді танитын, өзіңіздегі ресурстарды, өзіңіздегі сезімдерді басқаратын уақыт келді. Мен сіздермен қоштаспаймын. Мен сіздерге бұдан да пайдалы болу үшін енді келесі видеода қандай тақырыптарды қозғасам, қандай сезімдермен таныс қыларыңыз керек. Не болмаса коуч форматында өздеріңіздің алмай жүрген сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде осы видеоның астына жазыңыздар. Әрине, бұл видеоның пайдалы екендігін мен сіздерге сеніммен айта аламын. Өйткені бұл ашу, ыза сезімін мен өзімнің өмірімде когда-то маған да кері әсерін тигізіп, бұл сезімдер ресурс екен танып, өзімнің өміріме ресурсқа айналдырғанында, бұл дүниені әрбір әйел білу керек, тану керек деген сезімге, шешімге келдім. Сондықтан да бұл видеоның пайдалы да құнды екендігіне 100% сеніммен айтамын. Күндеріңізге сәттілік пен береке тіледім. Әрбір жасаған дүниелеріңіз махаббаттан, бақыттан болсын деймін. Сіздердің гауһар бегейлеріңіз.